Достар, в общем біз мынандай газельге мініп алдық, негізі жаяу шығамыз деген ниет болған. Ағаларға Алла разы болсын. Алып кетті. Қазір біз біраз жол жүріп қойдық. Негізінде заряд таусылып қалған. Сіздерге көрсете алмадым. Негізі ар жақта жартастармен, оңай емес жолдармен жүрдікші, шынымен де. Дәл осындай қараңыздаршы, осындай жолмен үнемі 4 жылдан бері біз сіздерге жеткізіп жатырмыз. Аллаға шүкір. Бағалай кетіңіздер, лайк басыңыздар. Қазір басын көрсететін боламын. Құлақтың басын, қандай жерден қалай құйылып жатыр, барлығын көрсететін боламын. Мына жердегі жол оңай емес. Сіздерге дауысы бәрі естіліп тұрған шығар деп ойлаймын. Қазір барлығын, Құдай қаласа, аманшылық болса, барлығын қазір YouTube каналға салатын боламыз. Мына жақта машина келе жатыр. Міне, машина келе жатыр. Біз салқын күн, что-то майда бұндай салқын болмайтын еді. Жаңбыр жауайын деп тұр ғой. Жаңбыр жауайын деп тұр. Құдай қаласа, қазынан қолыма тағып алайын. Зарядқа қойып қойғам. Міне, әдемі табиғат. Көріп тұрсыздар ма? Әдемі табиғат. Әлі нәқырай. Айтып отырмын ғой, 10 километр деп, оңай емес. Мынандай жолдармен келуге дайын болсаңыздар, келіңіздер. Мына радиатор көбісі қайнап кетеді, су қысып кетеді, мотор қысып кетеді дейді. Кеп атқан адамдар, білмейтін адамдар. Бірақ мысалы Шымкенттен келсеңіз, қаладан, кәдімгідей бір күніңізді арнап келуіңіз керек қой. 1,5-2 сағат әшейін уақытыңыз кетеді жолға. Қайтуыңыз бар 4 сағат. В общем, алуыңызбен бір 7-8 сағатты кететін жер. Мынандай ниваларға енді күшті енді. Қараңыздаршы. Мынандай ниваларға. Әдемілікті қараңыздаршы. Табиғаты да әдемі. Киелі жердің бәрібір табиғаты, жолы бәрібір өзгешелік береді ғой. Алла қаласа, біздің ниет осындай өз ауылымыздан шығып атқан табиғатты бүкіл әлем іздеп келетін деңгейге шығару. Осыны біз әлемдік деңгейге шығаратын болсақ, бізге бұдан артық шынымен де жетістік, бұдан артық қуаныш жоқ дер едім. Боржоми сияқты мысалға адамдар Боржомида басына іздеп барады ғой, дәл сол сияқты біздің де Анабұлақ басына адамдар әлемнен іздеп кеп атса, оның өзі үлкен жетістік. Көбісі мен мақтанышпен айтам, осындай жұмысты істеп жатқанымшы. Себебі көп адам не үшін басқа жұмыс жасамайсың дейді. Неге тегін суды сатып пайда көріп атсын деген сияқты әңгімелер айтады да, оның барлығы шынымен де білмейтін, түсінбейтін адамдарға өте оңай сияқты болып көрінеді. Бұны сатып көріңізші сіздер. Өзге суды сатып көріңізші. Краннан ағып атқан суды сатып көріңізші. Сол кезде түсінесіздер. Көрген кезде оңай болып көріну мүмкін. Бұл жерден сіздер де көріп отырсыздар, қаншама мың адам көріп отыр ғой. Сізге де оңай болуы мүмкін да. Бірақ бұл жерден жеткізу, оны адамдарға түсіндіру, оның өзі де үлкен еңбек, үлкен талапты қажет ететін жұмыс деп білемін. Дауысым естіліп тұр ма? Мен микрофонды алып тастадым, себебі микрофон орнына зарядчик қойып тұр да. Естіліп тұр деген ойдам. Аллаға шүкір, осындай табиғат, әдемілік, әдемі жерлер, әдемі сулар біздің қазаққа ғана бұйырған ғой. Бұндай аналығы жоқ, әлемде аналығы жоқ. Су бізде ғана бар. Аллаға шүкір. Қалай мықты деген суларды, бұл су шынымен де мақтағаным емес, ол нақты зерттеу қағазы осындай табиғаттан шығатын суды дәлдеп тастаған. Ол кез келген Алла қаласа әлемдік деңгейде зерттейтін лабораторияға өткіземіз. Ол жақтан да оң нәтиже аламыз деген ниеттеміз. Алла қаласа бұл жақтан да ғылыми жобалар жазып жатырмыз. Бұлайша айтқанда үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Барлығы ертең осы бір видеомда көріп айтсаңыздар екен деп ойлаймын. Бұл
осы баста сендерді көретін едім деп ше. Алла қаласа нақты ғылыммен осы су арқылы қалай емдейтініміз, адамдарға қалай көмектесіп жатқанымызды көрсеткім келеді. Мен жай ғана бір су ғана сатқым келмейді. Өзге де дүниені біздің қолдан келетін дәлелдегім келеді. Ол су себепкер болса, өзге де біздің алып жатқан біліміміз, қазір оқып жатқан оқуымыздың нәтижесін шығарғым келеді. Өзіміздің емдік, қалай айтсам болады, ем шарамыздың бар екенін көрсеткім келеді. Сол жолда ізденіп жатырмыз. Аллаға шүкір. Осындай табиғат киелі қазығұртқа бұйырған ғой. Оны көрген де арманда, көрмеген де арманда. Әлі мен үзіп жатқан жоқпын. Барлығын сіздерге шынайы түрде көрсеткім келеді. Бір монтажламаймын да, қалай бар солай көрсетем. Қазір негіз бұлақтың басында қазір су алушылар өте көп сияқты. Соларға өте керемет, Ана жақта малдардың жайылып жүргені сіздерге камера көрсете ала ма, көрсете алмай ма білмедім. Бірақ өте керемет. Еще салқын, рахат болып тұр. Негізі бұл жазда Шымкенттің ыстығы сияқты бұл жақ ыстық болады. Енді шамалы осы таулы аймақ болғаннан кейін шамалы ғана салқын болуы мүмкін. Бірақ жаңа төменгі ауыл, өзіміздің ауыл өте ыстық болады. Лайк басыңыздаршы, таратыңыздаршы. Бұл ең төменгі жері ғой. Ажақ ұшы сәл жүрсең аунайсың ары қарай. Айналып кетесің. Мына кісілерді негізі танымаймыз, рөлдегі кісілерді. Алып кетіңізші деп, алып кет. Әйтсе кеш болып кетейін деп тұрған. Киелі өңір, Көктөбе, Анабұлақ суына уже жақындап қалдық. Алла қаласа қазір 5-10 минутта жетіп қаламыз. Жалпы жарты сағаттан астам уақыт тез жүріп отыр ғой, қазір қалай осы сол айдап отыр да. Негізі жалпы өте 40 минут аспай келсең 1 сағатта келесің ғой. Сол мақсатта Инстаграмға өте керемет видеолар сіздер үшін жасап жатыр. Олай айтпасақ, бар деп есек, ешкім білмейді ғой. Ол білем, сіздерге келсем, керемет жер, рекламасыз жүреді деп ше, өсет деп айтады, білем, бірақ біз түсінуіміз керек. Қазір таңда адамдардың назарын ұстау, ол нақты ғылыми зерттеу бар да, адамдардың назарын ұстау өте қиын. Бір нәрсені айтсаң ұмыт кетуі қазір өте көп белең алып жатыр. Бір нәрсе айтасың, естен шығып кетеді. Сол сияқты, мысалға, мықты екенін айтады басқа адам, емделген адам, бірақ есінен шығып кетеді. Ал осылай YouTube'қа, Instagram, TikTok'қа шығарып, сіздерге айтпасақ, үнемі еске салып отырмасақ, ол адамдарға қайта ескертіп отырмасақ, бірден пайдалану қиын ғой. Бастайған. Басты қойсай. Мен үзбей көрсетіп жатырмын, бұлақтың басына қалай баратын. Осы жолмен біз КамАЗдар арқылы төменге түсіріп жатырмыз, құрметті ағайын. Құрметті емдерушілер. Мынандай құстар көбеген. Шоршық деп қоятын еді құстар. Әдемі табиғат, тастардың өзі қандай әдемі. Мен қолымда талып кетті ау. Бірақ сіздер үшін дағанса деп қоясың ғой. Сіздерге осыны көрсетемін, ниеттеніп жүргем. 4 жылдан бері осылай әлі көрсетпегем толық. Бірақ қалай айтса болады, эксклюзив дей ма? Эксклюзив. Эксклюзив болып жатыр. Эксклюзив болып жатыр. Instagram Көктөбе Анабұлақ деп терсеңіздер, 270 мыңдай астам жағанды оқырмандарымыз бар. Негізі Instagram өте оңай болып жатыр да қазір. TikTok'тан қарағанда, YouTube'тан қарағанда жүргізу. Сондықтан да Instagramға кіріп жатсаңыздар, тіркеліп алсаңыздар, сол жерден толық ақпарат айтатын боламыз. Сол жерде өте көп ақпарат салатын боламыз.
ютубқа былай жылына 2-3 мәрте ғана салатын шығармыз. Бірақ енді тұрақты түрде салу ниетіміз бар. Міне достар, міне Көктөбе Анабұлақ суына уже жақындадық. Аллаға шүкір, аман есен. Қазір міне ана төбесінде, мына астында жаңадан завод солып жатыр. Үлкен қылып, ал оның жоғарысында кішігірім цех бар. Сол жерде құйылады. Осы өңірдің барлығы, осы айналаның барлығы негізі бұлақтар өте көп бір-біріне жақынша. Бірақ қазір мен сіздерге Анабұлақ басын көрсететін боламын ғой, Анабұлақтың басын. Қандай, қалай шығады? Ана жақта адамдар машинамен түсіп келіп жатыр. Мына жерде өзен бар. Бұл өзен алдында өте қиын болатын бұл жерден өтуші. Бірақ осы жердегі ағалар шешім тапты да, мынандай көпір жасады. И адамдар оңай кіріп кетуге ыңғайланды. Әйтпесе кезінде бұл жер келу кәдімгідей қиямет болатын, кәдімгідей ше. Андай оңай емес болатын да, жолдар бұндай тегіс болмайтын. Ойлы қырлы жолдармен болатын еді. Ытқып деген өлең бар ғой. Ойлы қырлы жерлер. Жерде өзен емес пе? Иә. Мына жерде өзен еді, өту өте қиын еді осы жерден. Ойылып кеткен кісілер келіп жатыр. И мына жерде уже тұрба қойып, әдемілеп жасақ қойған, и ыңғайлы. Ана жақпен жүретінбіз. Мен ана кішкентай кезімде үлкен КамАЗбен келетінбіз да, осылай үсті ашықша. Сол кезде бір рет келгем осы жерге. Енді басына бару, бүйтіп ұстап аламыз ғой, осылайша қолменше қысыпша. Енді секірген кезде не деген жолдармен өтеді. Мына жерде өзеннің анандай әдем жерінен ағып отыр, қарасаңыздаршы. Сарқырама болыпша. Көрінсе егер. Уже кеп қалдық. Бәрін шынайы ашық көрсетіп жатырмын. Сіздер үшін арнайлап. Мына кісі бірақ басады екен, бірақ газелін аямайды екен. Қазір мына кісілер мына жерде очікте адамдар суап жатыр. Келдік. Қолдарында талып кетті. Қазір мен өшірім, төменге түсіп алайын, сосын не істейміз. Елена камераны ұстап, сен түсіп алсай бірінші. Саған заттарына берім. Ой, рахмет, аға. Басады кес бірақ. Тоқтамайды кес. Түсіп қалайын деп отырдық. Макс. Мана камера ұста жүр, өшірмей қойыншы. Бәрекелді. Бисмилlah. Су сататын ерден ұлдарыңыз газелден секірді деп сап қоямыз деді. Қызық болсы сіздерге деп. Сап қоямыз ба? Я, неге қосуға бола ма? Еді адамдар бән. Болды. Микрофон енді істеді ау деймін. Сол, жүріңіз да. Ассалам. Тырдай болып көріп қатасың ба? Ха? Бар ғой? Бар ма? Таным. Ха, блогерміз. Осы жерде не аламыз ғой? Көрсетеміз ғой. Рахмет. Сіздерге рахмет. Бәрін шығарам деп қойсын. Ассалаумалейкум. 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 Айсыздар. Су. Біраз болды ма? Ассалаумалейкум. Енді келіп отырсыздар ма? Енді бірінші. Қай жақтан келіп отырсыздар? Келестен. Келестен. Өздерің айыр. Осы алдың балдарымыз ғой, қақпақтың. Біз андай түсіреміз. Видео түсіреміз. Реклама жасаймыз біз. Көрсетеміз, барды.
постоянно ішіп жүрген кісілер бар ма? Қандай? Пайдасын айтыңызшы аға. Пайдасы зор. Бар деп айтыңызшы, қалай әсер етеді? Пайдасы жақсы. Қай жеріңізге әсер етіп отыр? Менде бүйрегімде тас бар. Өтімде тасымды алдырғам. Аха. Содан осы суды естім де осыған келдім. Аха. Содан осы суды ішіватырмын да. Тексерілдіңіз ба после? Тексерілгенде. Мазаламай қойды. Мазаламай. Бірақ өтімнің тасын Аха. осы суға салдым. Аха. Журналистер сияқты алуымыз керек, біз себеп айтуымыз керек. Иә. Айтыңыз. Сіз сияқты мысалы өтімде тасы бар, жаңағыда ауырып жатқан жандар сізді көру арқылы емделеді да. Өтімнен 5 тас шықты. Содан 5 тастан біреуін жардым да, 4-еуін суға салдым осы суға. Сөйтіп кәдімгідей еріп кетті. Ерігеннен кейін қайтып ішпейсің, айтшы. Оны қалай салып жүрсіз сонда? Қалай түсіп жатыр ол? Аға ғой бәлсі. Бәлшеді алған ғой. Алып тастады. Пышақпен алып тастады десеңші, короче. Пышаққа түстім да. Бопты. Атыңыз кім болады? Асан. Асан? Болды. Сіз саламыз аға. Өзіңіз көресіз енді. Көктөбе Анабұлақ суының басындамыз. Осындай суды келіп алсаңыздар болады, немесе алмаймын, уақытым жоғалтқым келмейді десеңіздер, таудан қиналғым келмейді десеңіздер, Беситік баклажкада өз қалаларымызда сатылымда бар. Ассаламу алейкум. Қалайсыз, Ратан? Жағдайың жақсы ма? Аман есен. Журналистер келді көрбеледі. Төбесіне шығып алып, бәрін түсіріп келіп отырық қой. Газелмен келді? Жаяу келіп жатқанбыз негізі. Жаяу бір түсірейік дегенбіз ғой, жолды көрсетейік деп ше. Жол нашар, е? Со нашар жолы. Аға, негізі сіз бұл судың қандай пайдасы бар екен естіп келіп жатсыз? Мен осыдан менде бүйрегім ауырады, Аха. тас бар. Иә. Өтте тас бар. Иә. Әлем больницаға бардым. Бүйрегім тасты аламыз деді. Аха. Кейін доктор айтты, осы суды ішіңіз деді. Врачтардың өзі осын айтты. Аха. Осыдан ішіңіз, құлақаса етін жеді деді. Ала бірінші келуім. Керемет. Керемет. Негізі өзге халықтан естіген бердіңіз бұл судың пайдасын? Кеше базардан аудан естіп ғой мен. Осындай пайдасы бар деп па? Соға барып ішіңіз дайындады. Керемет. Рахмет, атыңыз кім болады аға? Мен атым Жексенбай. Жексенбай. Келес ауданынан келіп жатырмын. Келес ауданынан. Керемет. Рахмет. Аға, иә, осылай. Біз енді бұның бәрін көрсетеміз, айтамыз. Иә, себебі барды бар деп көрсетуіміз керек. Мен де кеше естіп келіп жатырмын. Иә, соғыс сіз сияқты естімеген қаншама адамдар отыр. Иә, өте көп. Соны біз арнайы айтып жатырмыз. Бұл өтте тас бар. Иә, асқазанда жарасы бар. Иә, бүйрегінде тасы бар. Кісілер бұл суды ішкеннен кейін өте жақсы результат көруге болады. Бұл зерттелінген, барлық сертификат қағазы бар, ғылыми институтта кәдімгідей. Иә, несі өткен, лабораториядан өткен суды пайдаланыңыздар, ішіңіздер. Көктөбе Анабұлақ суы асқазан, бауыр, бүйрек, жаңа айтып жатқандай қанның қоюлығын сұйылтатын өте керемет. Мынау КамАЗ арқылы көріп жатырсыздар ғой, осы 5 литр баклажкада арқасын артып аламыз да төмен қарай түсіріледі. Этикеткасы жабыстырып, жоғары жақта қазір цех бар. Мына жерде адамдар алып кететін бөлек, жоғары жақта цехта бөлек сіздерге арнайы құйылатын. Сол арқылы төменге түскеннен кейін фураларға артып, қала-қалаларға жібереміз. Таза табиғи су іздесеңіздер, бізге хабарласыңыз. Осындай таудан үнемі жеткізіп отырамыз. Көктөбе Анабұлақ. Осылай құйып әкетуге болады. Айып етпейсіздер енді. Болды. Біз просто біздің мақсат айтуымыз керек. Білмейтіндер қаншама өздеріңіз сияқты. Анабұлақ жақсы бұлақ. Шипасы бар. Сол шипасы көкем көрген екен ғой ағам. Асқазанға да жақсы. Асқазанға да жақсы, иә? Жақсы. Андай қарынды аштырып жіберетін білесіз ба? Тамақтан кейін ішсеңіз. Бұны тамақ ішкеннен кейін Аха. тамақты сіңіреді. Иә, тамақты сіңіреді. Аппетитті ашады, байқайсыз ба? Азамат төлеген. Реклама ашылады. деп жүрмесін. Иә,
Асан ағам, айтыңызшы өзіңіз аға. Мен бұл кісіні қазір танысып жатырмын. Бұл кісіні танымаймыз. Жай ғана осы жерде суды біз жалпы бар деп айтып жүрген кісілеріміз ғой. Сол кісі 2 жылдан бері тасисыздар. Сол нақты емделген нәтижесін айтыңыздаршы бізге. Қалай емделдіңіздер? Асан ағам жаңа күшті айтты. Аға қайттан айтып жіберіңізші Асан аға. Көке. Бір нәрсені қайталай бер, безбе болма. Қайталап жіберіңізші қайттан. Басқа жерге салуға бұны. Айт деп айтыңызшы аға. Соны айтам ғой, бар деп айтасыз, болды. Бар дейсің, жоқ дейсің ғой. Өзімде өтімдегі тасымды алдырдым да. Аха. Соң біреуін жарып көрдім. Иә. 5 тас шыққан. Операция арқылы қолыңызға тасты алдыңыз. Тасты алдым. Иә. Сөйттім де біреуін жарып көрдім. Иә. Одан соң 4-еуі қалды ма бұяқта? Иә. 4-еуін неге салдым? Суға. Иә. Осы суға салдым, еріп кетті. Ергенеге қайтып келмейсің. Иә. Ал қазір өтті алдырып тастағаннан кейін күтіну керек, білесіз ғой өзіңізде. Асқазанға ауырлық түсуі мүмкін. Бұл су пайдасы бар ма? Өті жоқ кісілерге? Бар. Иә? Көп адам өтін алдырып тастағанда тасы бар кісілер. Өте зор. Өте жақсы, иә? Пайдасы болғаны кейін келіп. Біреулер айтады мысалға, өтін алып тастадым, кейін не істемей қалады деп ше? Ақша бересің Ешқандай бермейміз десең да? Ештеңе бермеймін. Онда айтпаймын. Жоқ, біз андай ғой, бар деп жеткіземіз. Иә, дұрыс халық түсінбей қалады. Андай көп адамдар өйстіп не істейді деп ше? Бір нәрсе беріп болғансыңдар ма деп. Олай емес, жай ғана осы бұлақтың басынан су алып кетуші ағалар. Бар нәрсені жасырмау керек. Осыны ішіп жатырмыз. 2 жыл болды ішіп жатқан. Иә, рахмет сіздерге де. Ем болсын. Операция болғанына 1 жыл болды. Қазір түсірем. Очередпен. Қазір. Жоқ. Нөл абайда. Екіншісін қосып қойыншы. Кім сөйлейді? Ол рас қой енді бәрі несі. Менің келешегім кәдімгі не еді? Аха. Осы не шемайтын еді, тамақта. Иә. Қорытамайтын еді. Осы судан кәдімгі қорытып әзір операция деген операциясыз емес, әзір кәдімгі тамақ қорытады көбі. Операциясыз. Операциясыз ешқандай. Өтте тас болған дедіңіз ғой? Иә, өтте тас. Соның бәрі әзір кәдімгі тамақ жейді, майламаны да жейді, бәрін жеп жатыр әзір. Қанша уақыттан кейін ол результат болып отыр аға? Ой, көп ішіп жатыр ғой біз. Қанша уақыт болды ішіп жатқандарыңызға? 1 айдан кейін уже бастады ғой. Бәрі реттеле бастады, иә, 1 айдан кейін. Ішкі құрылыстың бәрі реттеле береді. Іші жүрмей қалатын еді. Іші жүріп қазір барлығы жақсы. Осы судың несі жақсы. Атыңыз кім болады? Атым Жүніс. Жүніс қай жақтан? Ауылында тұрмын, Қазығұрттан, Шарбұлақтан. Шарбұлақтан? Болды. Сізді саламыз, Құдай қаласа, іздейді сізді. Шынымен осындай сума деп ше? Сол кезде айтасыз ғой өзіңіз, Құдай қаласа. Иә. Барды деп айтып жатырмыз. Асқазан, бауыр, бүйрек, өт жолдары, сахар давленияға өте пайдалы. Иә, Көктөбе Анабұлақ суы зерттелінген, табиғи су, шипалы су. Қазір бұлақтың басындамыз. Мынандай табиғаттан шығады. Біз оны жоғары жақта қазір цех бар, цехты көрсетем. Сол жерден құйып 5 литр баклажкаға қала-қалаларға жеткіземіз. Мысалға, өзге батыстан, шығыстан көретін кісілер бұл жаққа келу үлкен қаржы, уақыт кетеді. Ал біз соны 5 литр баклажкаде, яғни ауданды, ауылды жерлерге де жеткізе аламыз. Бізге хабарласыңыз, немесе парақшаға тіркеулі болыңыз. Ағаларымыз сияқты келіншектерін емдеп жатыр. Құдай қаласа, сіздер де солай жақсы нәтиже көріңіздер. Көктөбе Анабұлақ. Анабұлақ қартайып кетті де бір түсір қой. 6 класс деген жаман қартайып кеткен ғой. Мен 4 класста үйленген бе? 5 класста бір балам бар еді. Болды ма, сөйлейтін кім бар? Деп қоясың. Кім бар басқа сөйлейтін? Өге? Кеттік, Макс, жоғарға кеттік.
Жақсы, ем болсын баршаңызға. Ау. А? Ол басқа нәрсен қағаз ғой ішінде. Бұйт кіріп кетеді. Наны жаңадан ағам ғой наны. Камера ғой. Жерде ремонт болып жатыр. Деп әлі нені ашпай болған соң. Я. Ассалаумағалейкум. Ау насып қылсаңшы. Яқты жұмыстар. Көке, қазір келеміз, дайындап қойың мақма. Басқа адамдар. Қазір мына жерден адамдар алады да. Келушілер. Ал жоғар жаққа шығару мүмкін емес себебі, қараңыздар, мындай бұлақтардың арасына шыққан суларды жағап тастаған. Себебі жоғарда санитария болу керек та, тазалық болу керек. Ал кез келген адам ол жоғарыдан алған кезде біз бүкіл Қазақстанға жіберіп жатырмыз. Сондықтан көп адам түсінбейді ше, мына жақта неге, төбеден неге алып бермейсіңдер деп ше. Жоқ, бәрі бір су, бәрі зерттелінген су, барлығы құрамы бірді. Сондықтан да андай тазалық өте маңызды. Бізге мысалға көп адам жаңағыдай қандай адам келетінін білмейсің ғой. Сондықтан да осы бөлек болғаны өте тиімді. Көріп жатсыздар ғой. Нәтижесін сіздерге не істеген жоқпын. Бөлген жоқпын ше, монтажсыз барлығын. Дәл осы күйінде салам YouTube'ға. Керемет, өтінде тас болған, ұмытып кеткен ғой. Мысалы, операция деп айтқан, екісі де. Әйелі өзі тас болған, су ішкеннен кейін ұмытатты. Бұл бәрі шынайы, живой болып жатыр ғой. Барлығы жандышы, ешқандай қоспасыз. Аллаға шүкір, осындай керемет нәтижелер бір Алланың қалауымен. Бай, түсіреміз дәл осылай. Операциясыз ешқандай. Өтте тас болған дедіңіз ғой? Инстаграмға саламыз. Соның бәрі. Сол арқылы енді шынайы болғаннан кейін адамдарға ұнайтын шығар. Біз қалай болса, солай қалай бар, біз солай шығарамыз. Бұл жерде енді осыншама жұмыстар жасалынып жатыр. Аллаға шүкір, тек қана тағы Құдай қаласа бұл жерге бір ғана Қазақстан емес, бүкіл әлемді алып келетін деңгейге шығарамыз. Ол сіздердің осылай қолдауларыңыздың арқасында, сіздердің берген ақ баталарыңызбен, ассалаумағалейкум, арқасында шығарамыз. Аяқта. Қазір біз цехтың ішін көрсетем. Міне Көктөбе Анабұлақ Керімбаев Асфалта атамның бірінші мына жерде цех бар. Қазір көрсетейін, бірінші бұлақтың басынан бастайын, сіздерге түсінікті болу үшін. Мұнаның бәрін аяқтасыңдар ғой. Мына жерде қазір цехтың басында құйып жатыр. Ананы көрсеңізші. Бұлақтың басында не болып жатқан, кімдер жатыр, неге жатыр, қазір бірге білетін боламыз. Көктөбе Анабұлақ, назар аударыңыз, Көктөбе Анабұлақ киелі мекен, алкогольді ішімдік ішуге және ішіп келуге қатаң тыйым салынады. Өткенде сондай жағдай болған екен, ішіп кеп мазаны алған жа. Сол кісілерге арнайлап. Ол жерде жататын кісілер. Қазір іздеп көрейінші, кім бар, кім жоқ. Неқта? Отыр ғой. Ассалаумағалейкум. Неқта? Астаналықтар отыр ғой. Seni sırap alırım. Ассалаумағалейкум, ата. Алейкум. Қалайсыз? Жақсы, Құдайға. Ассалаумағалейкум, ол жақтан. Қалайсыз?
Армаңыз қалайсыз? Жағдайларыңыз қалай? Шаршамай. Мен ойлағам сен изам тапсырып отырған шығар деп. Жоқ, ендігі ай ғой. Құдай қаласа. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Сен? Қалайсыздар? Кеше келмепсіңдер да? Киножурнал снимать еткен еді осы жерде. Өткендегі ма? Дұрыс болыпты ғой. Сендер де ниетке терезіңді араласып. Әумин жүр. Құдай тыныштық беріп, денімізді сау қылып, өмірімізді ұзақ қылып, бала-шағамызды аман қылып, Алла ынтымағымызды беріп, елімізге тыныштық беріп, барлық жерде жақсылық болып, осы суды жаңағы алған адамдардың бәрі ішкеннің бәрі жазылып кете берсін. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Жүрміз. Видео түсіріп, астынан келіп отыр. Жаяу келеміз деген едік, бәрін түсіріп көрсетейік деп ше. Жаяу келдіңдер ме? Жоғы, біраз жел келдік та жаяу. Сөйтіп газель келіп қалды. Төбесіне отырып алып, видео түсіріп келіп отыр, шыңғырып. Жол осындай деп ше. Біраз жер ғой. Біраз жер. 40 минутта келдік. Аспай бірақ. 40 минутта. Кеше ауылдан шыққаннан видеоға түсірді. Дронмен де түсірді, немен де түсірді. Былай жаңағыдай ана 3 машина, анау УАЗикті алдына қойдық. Анау нені қойдық? Нүкіл нөмірі барларды. Сөйтіп не жасады? Жаңағы киножурнал болады деді ғой. Шай алсаң? Құя бір. Сұмла тамаққа жақындамадыңыз ба? Жоқ, мен жеп алдық. Жеп алдыңыздар ма? Кім? Жоқ, жей беріңіздер, біз нан ауыз тиеміз да. Қазір жеп ішіп келіп отырық негізі. Енді қазір біраздан кейін не істемесек нан тысылыр жүр. Шамал кешіп қалған сияқтымыз, бірақ мен айтып ме? Не кідейік. Астынан сұрасам, бар дедім ал кісіна. Ояқ қойып, қолын алып қайдақ. Дедік та келдік әрейік. Одан Сарағашқа келедірміз. Сарағаш? Демал. Санаториядан ба? Демал, бия. Енді әне күні мен 15-не ма шықтық, 13-14-не ма шықтық. Сөйтік дағы бұрын анализ өткіздім. Сөйтсем, мендегі 10 миллиметр тасым өттегі 6 миллиметрге түсіпті. 10 миллиметр? Болған. 4 миллиметр не істеген ба? Жоқ, 4 миллиметр азайған. Азайған, өттегі тас. Менде ана не болғанда, жаңағы УЗИ-нің несі, результаты. Помнишь, мен саған көрсеттім ғой? Көрсеттіңіз. Сол енді екіншісі бар, ол анаяқта 10 деп жазылған, мынада 6 деп жазылған. Именно бір неге жаңағы УЗИ-ге түстім. И сол әйел маған айтты. Бір аппаратпен. Дұрыс. Өте жақсы. Апа емес енді. Бізден жастауы Қызылорданың қызы. Қанша уақыттан кейін болды сонда аға? Бұл результат? 5-6 ай. 5-6 ай. Керемет. Бұл Көктөбе Анабұлақ суының басындамыз мына жақта. Жаңағы басы бар. Қазір көрсетсем бәрін. Анау не бар ғой? Барнаул неден Атыраудан бір кемпірмен шал келді. Тасбалта атам. Сөйтіп осы жерге келіп менен сұрады. Мына жерде давлениені түсіреді ма деді. 80-ге келіп қалған шал екен. Кемпір екеуі келген екен. О, түсіреді дедім, мен енді қаяқтан білеймін. Сөйтіп жаңағы 10 күнге ақшасын төлеп жататын болып, бәрі жатып, бір 3-4 күннен кейін айтты, барып деді, маған деді, сіз Шымкентке барып бір билет алып қоя саласыз ба дегеннен кейін, мақұл деп ақшасын алып барып билет алып кеттім, билет алдым ол жақта. Бірақ айтты, қай күнге болса сол күні ала беріңіз деді. Кейін ары қарай бір 3-4 күн ары қарай асып кетті, жаңағы жататыннан асып кетті. Сонда да енді басқа жоқ болғаннан кейін алдым. Сөйтіп алып тұрсам, әйеліміз звондайды, ойбай, мына кісінің давлениесі 220-ға шығып кетті деді. Мен докторлар бар еді, оларға звондадым. Осындай болып отыр, не қыламыз? Өзінің дәрісі болса, дәрісін ішсін деді. Содан бұл дәрісін іштеп айтты, оны кейін машинаның арқасынан жатқызып, әкеңді больницаға деді. Содан отырғызып алып, жаңа не берем, алып барып, машинаға ол да барып қалды, мен де кеп қалдым анаяқтан. Сөйтіп доктор уже кеш болып қалған екен. Докторлар енді кеш болып қалды, мына давлениесін бәрін түсірдік, бәрі жайына келді. Енді алып кет дейді. Қайтадан неғып кетеді ғой, барғаннан кейін. Осы жерге жатқызыңдар деп, сол жерден келісіп әйтеуір жатқыздым.
сол жерге. Жақсылардың алдында УЗИ-ға түсіріңдер деді. Ол нерге келгенде айтып еді. Менің бөтеге дейді екен олар. Бүйрек. Бүйрек дейміз ғой. Иә, бөтеге деп. Бөтеге дейді екен. Батыс жақ. Бөтегеде 25 мм тас бар деп жазылған деді. Менде деді. Ана деді оларға, бұны ал десем, бүйтсем, енді қартайып қалған екенсіз, тыныш қана осымен жасай беріңіз. Бұған енді біз ешнәрсе істей алмаймыз. Сіз және сақырыңыз бар екен. Сізге ондай операция жасауға мүмкін емес деп қайтарған екен о жақта. Содан кейін осы газеттен көріп қалған осыны. Сөйтіп жаңағы жерде не қылған ғой. Олар келгенде мен жаңағы мен біліп отырғаным жаңағы давление түседі деген бұл суымыз давленияны анау бүйректен шыққан давленияны түсіреді екен да. Анау кәріліктің давлениясын түсіре алмайды екен. Содан жаңағыдай көтеріліп кетті оның давлениясы. Мен бұдан кейін айтатын болдым. Бұл давление жаңағы бүйректен шыққан давленияны түсіреді да, кәріліктігін түсіре алмайды дейді. Содан больницада жаңағыдай УЗИ-ға түсірді қайтадан. Онда УЗИ-ға түсіріп еді. Ана жаңа қыз көріп болған екен, мен басында тұрдым ғой, сұрадым. Қанша екен тасы дедім. Тасын бар деп отыр еді дедім. Қарап 16 миллиметр екен деді. 16 миллиметр, 25 деп отыр еді ғой дедім. Сөйтіп айта береді деді. Жаңағы енді сөйтіп, анау жатыр ғой енді сөйерді. Мен қалтамда деді, мынау нем деді. Сонда жаңағы қағазын шығарып беріп қараса 25 миллиметр жазылып тұр екен. Жазылады, иә. Соны айтты. Содан алып қалды жаңа жерде. Алып қалды. Содан ары қарай бір 5-6 күн жатты. 5-6 күн жатқаннан кейін қайдады күніге су апарып беріп тұрдым бірақ осы жерден. Бірақ кетерінде қайдадан түсірдік қой жаңағы УЗИ-ға. Сонда 16 миллиметр еді, 13 миллиметрге түсіпті деді. Бірақ тас екіге жарылған деді. Ортасынан жарылған екен деді. Сонда енді жаңағы жарылған екен жаңағы үлкен болып көрініп жатыр ма? Болмаса жаңағы болмаса 5-6 күн өрде де жатты ғой. Ол жаңағы ада болып кету керек еді. Мінердегі есептегенде. Мінерді қара, 25-тен 16-ға түсіп тұр. Ол жерде жаңағыдай. Содан мен қайқағаным мына жерде, осы жерде жаңағы алған не егесе жаңағыдай не болады деген да, жаңағыдай результат береді деген да. Мен енді ойым енді, кім біледі. Содан сол кетті, арқасынан 2 күн болғанда звондадым мен, не болды екен, аман сен жеттім екен деп. Өзім қорқып отырмын ғой. Сөйтсем телефонды ешкім алмайды. Ойладым, бәрі әбігер болып отыр, баяқсы өмірден өтіп кетті ғой дедім. Содан телефон ұрмай қойдым, тыныш отырмын. Бір 2 ай өткеннен кейін 3 ай өтті ма, тағы бір Ақтөбеден телефон ұрды. Айттым, бір кемпірмен шал барған беді сіздің алдыңызға деді. Тағын ойланып қалдым, енді жоқ деп айта алмаймын ғой. Келген дедім, сөйтіп, ол деді екеуі әкем мен шешем еді деді. Мұна Ақтөбеге келіп алып деді, маған сосуды әкеп бер деп отыр деді. Сонда жаңағы барғаннан кейін сосуды әкеп бересің депті ғой жаңағы. Ерлердің телефонын бере салмадыңыз ба? Жоқ, ол уақытта жаңағы жақсы не болып отқан жоқ еді, әлі онша көтерілмеген. Содан бір жаңағы жеңіл машинеге присеп әкеліп, ояқтан мұнерден бұяқа газельмен келіп, мұна жол жоқ онда. Газельмен келіп, су апарып 500 литр су әкетті. Екінші жылы тағы звондайды. Ең болмаса 100 бақылаш су сажып беріңізші деді. Ана автобус жүреді екен. Неден? Ақтөбеге барады екен, ары қарай Уралскіге кетер екен да. Сол жерден ұстап алып қалам деді. Міне содан кейін қайтып не қылмады дейді. Ол бірнеше жыл болып кетті қазір осыған. Ол Құданың құдіреті. Ассалаумағалейкум аға. Қалайсыз аға? Сұрап отыр едіңіздер, кеп қалды. Жағдайларыңыз қалай? Жағдай жақсы. 4 қанша күн болып кетті? 5 күн болып қалды ма? Қалай шығар? Результатын бөлсеңіздер, өткенде до түсіргем. Өткенде до деп түсіріп кеткем ғой. Келген күнше. После түсірем деп едім. Кеше бұл кісілер де жаңа неге де сөйледі. Жаңағы журналға да.
Қазір жағдайымыз жақсы, бәріміз де пайдасын Саламатсыз. көріп жатырмыз. Мінекей кеп қалды. После түсіреміз қазір. Құдай қаласа. Міне сөйтіп жаңағы адам сондай болды. Бұл мына жерде үйдегіден жаңа тезіне қалады екен. Бұл жерге келгендердің тасы 10 күнде құд осы жерде жоқ болып кетеді. Егер ерейтіні болса, еремейтіні болса, оған камнелон деген дәрі қосып келген екен. Сонда ол да ерейді екен. Ол өзім басымдан өтті. Себебі, өшір бір күні қарасам, бүйрегім шаншиды. Бұлар ұзиға түстім. Ұзиға түссем, жаңағы айтады, 6 миллиметрдей тас бар дейді. Жаңағы жылтылдап көрініп тұр дейді. Жылтылдап дейді. Бұл дейді ерімейтін тас дейді да. Мен сенбедім. Бәрін әтейге айтып атқан шығар өзі. Мен суды нұқыл тас ерітеді деймін ғой. Содан ар жағындағы неге бар ұзиға түстім. Ол да соны айтты. Ол көрсетті. Мына қараңыз, мына жерде жылтылдап көрініп жатыр деді. Осы деді. Оған да сенбейді. Шымкенттегі ана диагностикаға бардым. Сөйтем, олар да соны айтты. Өйткені кейін тас ерейді деп айта алмай қалдым. Не енді? Мен енді мына жерде біз көбіне қатысы ғой, қатысы ермей жатыр, мына шайды біз үш шай ішемізді көбіне суды көп ішпейді екенбіз. Міне қайнаған суменен мына судың енді парқы бұл. Ана бұлақ. Осыны адамдар осылай жаңағыдай бұны да білу керек та, жаңағы әсіресе тас бар адамдар. Ана бұлақтың суынан шай. Сөйтіп жаңағы осы менің профсоюз мына Сарыағаштың несі бар ғой, курорты. Сол профсоюзның басшысы біздің құда болып қалды. Сөйтіп бір күні мына жерде айтып жатыр. Тамам шай ол. Біз осы жерде құдалыққа келген кезінде айттық. Біз дедік осы суды жаңағыда шығарамыз, үйтеміз, осындай болды деген бойбай деді. Мен де балам бір не бар еді. Мен осы жерге келейін, мен сіздерге үйретейін. Құдай екеуміз бәріміз деді. Ойбай, айналайын, кәне енді сен біз әлі үйренуіміз керек деп айттым. Содан ойбай пәлен күні барамыз, 15 адамнан жаңағы жұмысшыларымды апарып бір демалдырып қайтайын деді. Ойбай, кесек жақсы болыпты, бір малымызды сойып, жаңағы жерді күтейік. Сол күйі, аны келем, міне келем, ойбай, мынау болып қалды, не керек, сол күйі келе алмады ғой мерге. Сол күйі қалып кетті. Одан бір қанша уақыт өтті дейді, біраз уақыт өткеннен кейін біздің адамдарды ойға шақырды. Ойға шақырғанда бармайды, десең бұның қалай? Құдаңды бекерге күйдірдің ғой. Сөйтсе, анандай питек болар екен, алтын питекпі деген. Фамилияны жазып сала деген, бит береді деген. Соны барып демалуға болар екен. Содан маған сондай беріп жіберді. Соны алып, әйеліміз екеуміз бардық. Барғаннан кейін енді оған дейін ана үшеуден кейін вообще түспей қойғам, неге ұзиға. Камнелон деген дәрі қосып іштеп, бір доктор айтып, сол камнелонды қосып ішіп, енді сумен кәдімгідей айналыстым дейді, өзім деп жаңағы біреуге айта алмаймын су тас ерітеді деп. Содан барып жаңағы екі несі бар екен, біреуі жаңағы сәл кандидаттар ондайлар тексереді деген. Сол жер үлкеніне барып ұзиға әтейлеп сөйлеуге түстім. Сөйтіп олай тексереді, бұлай тексереді, қарай жоқ дейді, ешнәрсе жоқ дейді. Қуанып кеттім. Мінекей содан бері айтамын адамдарға. Камнелон деген дәрі болады. Білем, мен ішем андасында. Мен анау қатты мұздай су ішем, почым ауырып, нақ қалады. Кәдімгі сыздап ауырып. Менің машинамызда бар, по-моему. Соны аламда ішем. Оны бірақ бір таблетканы ішпей, 2-3-еуден ба, 3-4-ден бірақ ішеді деп маған бір не айтқан. Соны 2-3-еуін бірақ ішем. Сап қойғызады. Жоқ, менің тасымды сол ана ерітті. Анаман ермеді, құрсыман іштім болмады. Өзің қызмет сол ғой. Өзім күрек ішіп жүрмін ғой мен. Bu yerде күрек ішемін ғой. Бірақ суды ішпей дегеніміз шай іше дегеніміз ғой біз. Вообще мен негізі суды көп ішпеймін. Бәріміз де су көп ішпейміз, енді амал жоқ. Негізі көбірек ішу керек. Осы анабулақтың суы бізде үйде таусылды да. Енді одан кейін басқа суды уже шамай қалдық. Уже организмімізде өзімізде үйреніп қалдық осы суға. Ойбай, не істейміз деп жаңағыда кәдімгідей жатырмыз. Енді қаласа
Менің ана әзілкештерім, жаңағы құрдастарым маған не қылады да, сен осыған бір бәлені қосып қойғансың, өзі наркотик қосқасын ба білмеймін. Біз осы суды ішсек, осыдан басқа іше алмай қалдық деп та. Сіздер де соны айтып отырсыз. Ана жерде, мына жерде су алып отқандарды айтады. Осыны қалай тоқтатсам дейді. Солай менің сахарым көтеріле бастайды дейді. Осыны ішетін болсам, сахарым нормальный болып жүреді дейді. Бұл сахарды да түсіреді ғой. Мына әйтеуір сондай. Күшті. Так, енді бізге бұлақтың басын қазір көрсетсеңіз енді ата, видеоға Жақсы. көрсетіп берсеңіз тарихын. Мынандай аппарат алып. Айтпайсың ба? Әңгімені айтып отырмын. Соның бәрін түсіріп отырмын. Біздің мақсат қалай бар, солай көрсету керекпіз. Дұрыс қой. Қандай, ешқандай бір не қосып емес. Оны байқамай отырмын ашын. Онда мен айтайын онда. Айтасыз ба? Айтпай Бермейді. мен негізілерге 3-ші марта келіп отырмын ғой. Анабұлаққа. Алдында бір келіп 100 литрін алып кеткен осы. Одан кейін ол где-то август айында болатын тұғын. И ноябрь айына 200 литр алып кеттім. Өзім Астанада тұрамын. Былтырғы УЗИім 10 миллиметр екен. Өттегі тас. Сол неге қайттан барын, именно сол врачқа, сол аппаратқа. Енді алтта бірдеңе деді, ұмытып қалдым. Енді жақсы болды нәтиже. Менікі анау кезе ермейтін тас сияқты. Көкеміз айтып отыр ғой жаңағы каменолом ба, сондай қосып ағылу керек деп. Сондай болады, анау өз тас екі түрлі болады екен. Біреуі бір апта 10 күнде еріп кетеді, менікі қатысы болды ау деймін. Өзі 70% еритін тас болар екен да, 30% ерімейтін тас болар екен. Сондай болды ау менікі. Сол 30%-тің ішінде ғой ол. Соны енді тағы келдік мына 3-ші марта. Сол тас суды алып кетуге. Сөйтеміз да бір 2-3 күн Шымкентте болдық. Қанша жаттыңыз? Жатқан кезде жатып едіңіз? Бір 4 күн 5 күн жаттық. Сонымен тойдың несі келді да, ол кезде кетіп қалдық. Ол августта болатын ол. Ноябрьда енді burada 2 шаққысы бар екен. Оны өзіміз алдық та, сол кетіп қалдық. Үйге барып іштеңіз ғой Астанаға. Сол ноябрьдің аяғы болатын ол. Декабрь, январь, февраль, март, апрель. Мына 5 ай іштім ғой. Арада бір ай, 5-6 ай іштім енді. Анау айтқаны. 5 ай болып келмегеніме. Суын тауып қайттан келдім. Ем болсын. Бір 200 литр алып кетем. Мен банкімен алып кетем. Стеклянный банкі. Жылдап тұра береді ол. Сөйтем да, соны ішемін. Енді таусыса, алып жаса, август кейін тағы бір келіп кетерміз. Құдай қаласа. Ем болсын. Ем болсын бәріне. Біз Анабұлақ суының басындамыз, көбісі түсінбей жатқан шығар. Қазір жақын жерде бұлақтың басы, көрсетеміз бәрін. Сондықтан да біздің арналарға болыңыздар, дәл осылай ағамыз сияқты нәтижесін көруге болады. Таза табиғи су ішіп, тұрақты түрде ішкеннен кейін нәтижесін шығаруға болады. Тасбалта атам қазір бұлақтың басына барып толық тағы да тарихын, неге пайдалы, соның барлығын өзі айтып беретін болады. Рахмет аға, ем болсын. Осылай бар деп көрсетіп жатырмыз. Таудың есі әдемі болып отыр. Қазір бізде бір обедімізді әдейі ішіп алып, одан жолға шығамыз. Егер не қылатын болсын, шлангын шығартқызып берім, мына жерін алам десеңіздер. Қай жерден? Осыны жеріне шлангын Заводтан ба? Мейлі, әйтеуір ыңғайлы жер болса болды. Аны артып кетуге машинаға. Артамды түсі. Көрсеуге жақын болса. Ерден саламыз ой. Үстінде Ата, анау бұлақтың басын көрсетейік та жүрсеңші.
Мақұл? Ойбай. жіберсе балалар алсын. Бол, балалар ана іште бар қазір айтамыз. Сен қайдасың ба? Төмен? Мен қайтам, бірақ мынау съемка жасап қайтам да. Жоқ, сол бізде Бір жарты сағаттан кейін қайтамыз. Иә. Бізбен жетіп қал. Айтпаса сіздер жүре беріңіздер, асықпай. Бізде әлі мына жақта мынау түсіруім керекпін да. Иә. Көрсетуім керек. Бақа су аламын деген бір ауыз айтып балаларға. Мүмкін мен кешке дейін қалатын шығармын. Себеп көп түсіруім керек. Ертең Астанаға кетем. Жақын арада. Соған арнайлап түсіріп алайын деп жатқаным. Соны айтсаңызшы, мен де таңғалып жатырмын. Кеп сұрағам, 2-3 күн бұрын кеп кетті дейді, Сол кеп кеткен. Лапты. Осы жердеміз қазір. Қазір мына жақта, мына ақтың ішінде ана бұлақ суының басы, қазір көрсетеміз. Мына жерде, содан былай қарай, цех орналасқан төменге қарай. Жабық па, ата? Міне шығар, бере салайын бұған. Бұл кісіні Астанада... Сен айтып отырған еді. Астанада кеп тұрады постоянно магазиндерге. Біз Астанаға да, Қарағандыға да жібереміз. Қазір бұл цехтың басы. Олардың байыптары басқаша. Мерден цехтан шығарып, былай артады өне қарай. Жақындар! Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Қалай, Өйстіп артады ғой. Көріп тұрсыздар ма? Бұл КамАЗ мынандай. Үлкен жаңа көрсеткендей КамАЗ ғой. Ән өлеңдері. Маяқта жабылып жатыр, су, цех. Мынау сіздерге көрсетейінші. Мына баклажка арнайлап Шымкенттен келеді. Мынандай басында қараңыздаршы. Бұның бәрі жуылып шайылады. Газельмен әкеледі, мына жаңа жолменше. Себебі бұл жерде свет жарық жоқ қой, айналада ауыл жоқ та. Сондықтан свет алып келу өте қиын проблема. Енді осылай барынша амалдап жатырмыз. Ассалаумағалейкум. Жүзді. Ақша керек кезде, короче. Қалайсыз, жағдайың жақсы ма? Тыржым әсіп па? Мына ерде міне видео жүріп жатыр. Жай қашағыдға бұл кісілер камера көрсе болды. Вот, Құдай қаласа. Бүгін кешкісін или ертең. Мақұл? Оны көкеме айтып қойыңыз ба? Сол беретін бері олайшы. Болды бұл. В общем, мына жерде ана бұлақ сулары міне қараңыздар, құйылып жатыр да.